тарих жазудың қиыншылығын айтайын сендерге. Неге жазамай отырмыз? Мына Қасқабас өзіне ағып жазбайды деп отырсыңдар ғой маған. Ал енді әңгіме мынада. Әңгіме бұл тарихты жазу үшін тарихты кімге арнап жазамыз деп ойлауымыз керек. Біздің тарихшылардың жарым жартысы орысша, орыс тілді, орыс мектебінде оқығандар. Ал енді қазақ мектебінде оқығандар да жетісіп тұрған жоқ. Олар жаңағындай мен сияқты, мен айтып отқан сияқты. Алашордан мақтағанда большевиктер жамандайды. Тұрсын Жұртбай деген досым бар. Ол жаңағы кімді? Сәкен Сейфуллинді сатқын дейді. Рысқұловты Алашты ұстап берген дейді. Ал енді бұның себебі мынау. 34 жылы Рысқұлов Алашорда туралы Алашордан айыптар мақала жазды. Сәкен Сейфуллин 27 жылы тар жол тайғақ кешіп жазды. Алашордан жамандап. Неге? Өйткені Алашорда 25 жылдан кейін қуғынды алды. Кімдегі Алашқа жақын болса, ол қуғынға ұшырады. Онан кейін 30 жылдың басында Алашорда 44 Алашордан қайраткерлеріне сот болды. Олар жер аударылды, алғаш ату жазасына кесілді біразы. Сонан кейін жерде 34 жылы Рысқұлов Алашордаға қарсы мақаласын жазды. Себебі Рысқұловқа қауіп төнді. Бұрыннан пантюркисте жүрген, енді оның жеке басын Алашпен байланысты деген жалар алатын болды. Зәки Валидимен дос болған, басмашылықтың бастығы болған. Мені Зәки Валидидің естелігінде Рысқұловпен дос едім деп өзі атап жазады. Ал енді осындай жағдайда Рысқұлов жанын сақтап қалу үшін қайтты. Аман қалу үшін, Алашпен бірге айдалып кетпеу үшін түрмеге. Жаңағы мақаланы жазды. Алашорданы сынап. Ал енді біз мынаны айтқымыз келмейді. Сендер анау Мұхтар Әуезов пен Әлімхан Ермекті мақтап жүрміз ғой, Әлімхан Ермекті шекараны жасап берді Ленинге барып. Шекараны жасаған Әлімхан Ермеков емес қой. Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсын бұлардың құдайы сол. Әлихан тұрғанда Ермеков қалай жасайды шекараны? Әлихан Бөкейханов болғаны күн сайын құлағына сыбырлап айтып, «Ей, бүйтіп айт, ана Ленинге сөйтіп айт» деп. Баянды басын дайындап беріп, сөйтіп отыр. Әлихан Бөкейханов болмаса Алашың Алаш бола алмайтын еді. Рухани жағынан Байтұрсынов болмаса Алаш бола алмайтын еді. Бәрінің басын қосқан осы екеуі ең мықтылары. Ал енді Шоқай түріктік идеямен кетті ғой негізінде. Ал енді қара, осындайды айтайын деген. Сендер анау Мұхтар Әуезовтің 32 жылы Алматы түрмесінен Каровский қол қойған оқудың бастығы шекетіне. Голощекинге жазған қатын оқыдыңдар ма? Онда Әуезов сыпайы ғой енді. Өзін-өзі жамандай береді. Оңбаған Алаш дегенге бекер түсіппін, бекер мүше болыппын. Мен Абайды бекер зерттеппін. Ендігер Абайға жоламайым, байдың тұқымы. Мынау енді Алашорда деген бұл біздің қоғамға жатты идеология. Бұдан аулақ жүрем, бұдан бұлай. Бұлар осындайлар, мұндайлар. Ал Әлімхан Ермеков одан да сықтыды. Тіптен оқыған кезде ұялғаннан төмен қарап, үстелдің астына, бұтымның арасына қарадым. Қатты оқып отырған. Әлімхан Ермеков Алашордаға жақпағын қара күйес шықты. Жанын алып болды. 32 жылға. Бұл еттқап 32 жылы Казахстанская правдамен неге жарияланды. Ал енді біздің Алашты мақтап жүргендер, Рысқұловты сатқын дегенде, жаңағы кімді Сейфуллинді сатқын дегенде, ана екеуінің де қатты айтпайды. Олар да жанын сақтап қалу үшін де. Солай емес пе? Ермеков жетіскеннен мақта жамандап отыр, өтірік жамандап отыр Ермеков. Рысқұлов та өтірік жамандап отыр. Өйткені Рысқұлов Алашордамен бірге жүрген. Байтұрсыновпен бірге Байтұрсынов, Рысқұлов, Ходжаев, Низами Ходжаев, Зәки Валиди Башқұрт. Башқұрт Имағұлов осы бесеуі қол қойған хаттар Ленинге жазған 20-шы жылы. Бізге мемлекет алып берді. Ұлттық тәуелсіз. Байтұрсын Рысқұловтан кейін тұр. Бірінші Рысқұловтың фамилиясы тұр бесеудің ішінде. Байтұрсынов пен Ермеков жаңағы бесеудің ішінде. Әлімхан Ермеков. Бірге жүрген ғой, бірге тамақ ашып, бірге ара ашып дегендей.
бірге жүрген ғой. Бірақ та анау большевиктер бақылауға алғанда бірінен бірі қаша бастады. Өйткені бірінен бірі кедергі жасайтын бұл. Мынандай әңгіме бар анау. Дихан Қамзабекұлының Смағұл Садуақас туралы кітабын оқып қараса, пайдаланған. Смағұл өледі ғой Садуақас, 34-ші жылдан баста. Әлиханның күйеуі болды. Әлиханның күйеуі. Сонда ана Садуақас молда әкесі. Мына жақтан барады, жанында адамдар бар. Есігін тықылдатса, ана коммуналық пәтер. Мен барып көрген жоқпын, біреу бір комнат дейді, біреу екі комнат дейді. Бөкейхановтың. Есікті орыс әйел ашады, күтуші әйел екен. Кір жуатын. Әлиханда енді ол кезде ешкім жоқ қой көмектесетін. Сонан жаңағы Садуақас кіріп алып, Әлиханға айқайлап ұрсады. Сені қазақтың қаны деп жүрсің. Қазақтың бет құстар тұлғасы деп жүрсің. Сен не? Қазақ болудан қалғасың ба? Мынау не есікті? Осындай қаралғалармен келіп тұрған кезімізде өзің ашпайсың ба есікті? Деп ұрсады, құдасына. Ал кетерінде, оны айтайын деп өткен жоқпын, кетерінде былай деп айтады, Дихан жазған жаңағы жерін. Кетерінде бүйтеді. Бөкейханов айтады. Садуақас ақсақалға, молда ғой Садуақас, кейін кәмпіске кетті. Рысқұловқа кірішіңдер дейді. Көрдің бе? Рысқұлов Кремльде тұр ғой. Рысқұлов пенен Бөкейхановтың арасында байланыс жоқ тұр ғой, көрдің бе? Рысқұловқа кірішіңдер дейді. Үйтіп жіберіп кіргізіп жүреді. Сырттан, даладан. Рысқұлов бізде вице-премьер ғой, да? Неге? Кіргенде не істейді Рысқұлов? Рысқұлов архивте бар. Садуақас ақсақалды барлық салықтан босатыңдар деген қағаз жазып береді Рысқұлов. Садуақас ақсақалды барлық салықтан босатыңдар деген. Сонда Рысқұлов пен Бөкейхановтың арасында байланыс жоқ па? Бөкейханов баяғыда Рысқұлов Москваға барды ғой, Голощекин қуып жіберіп. Барып Кремльде отырғанда Бөкейханов Сталинге де таныс адам. Ол кезде кіреберіс ос. Сталин менен кімнің Рысқұловтың кабинесі қатар болған екен. Барған екен. Рысқұловтың қабылдауына барып, енді құттықтайын деді ма Бөкейханов. Есе Рысқұловтың қабылдау бөлмесінде орыс әйел отыр екен. Ол судың тігі шықты ғой. Секретаршасы. Өлді қойған жоқ қой Рысқұлов. Әйелге таяғын тықылдатып барып, Бөкейханов таяғымен есіктің ұстап. Анаған айт, Бөкейханов келіп тұрды. Енді Рысқұловтың жасы кіші ғой ол. Есе орнынан қарып тұрып, Бөкейхановты бүкіл Москва біледі. Қанның тұқымы, шыңғыс қанның тұқымы деді. Ана жүгіріп кіріп кетті ішіне. Орыс әйел Рысқұловқа. Бөкейханов келіп тұр деді. Сонда Рысқұлов айтты. Айтыңыз ол кісіге, қабылдай алмаймын деді. Қабылдаса бітті саудасы. Аңдып тұр ғой. Қашан Бөкейхановпен кездесер екен деп бетті. Сонан кейін не болғанда? Шығыпты да қабылдай алмайды десе, Бөкейханов жалт тұрды да таяғын тықылдатып шығып кетті. Бірақ артынан не істеген? Ана кімге шығыс баспасының бастығы бар ғой, алғашқы дипломат болған ағамыз. Төреқұловқа Рысқұлов басқа жолмен айтып, ананы жұмысқа орналастырған. Бөкейханов жұмыссыз жүр екен деп. Білген ғой, не деген. Ал библиограф болып орналастырған шығыс баспасына Рысқұлов. Ал енді өзінің күйеу баласына келді салмады. Смағұл Садуақас нарком просвещения министр ғой енді Қазақстанда. Голощекинмен айтысып жатқан кез. Баласы Ескендірді көруге барады. Москваның Бәлен деген переулок көшесіне Ескендірді етіп келеткен Әлекей. Таяғын тықылдады. Ескендірге айтады екен, қазір жарты сағаттан кейін, 20 минуттан кейін мына жерде әкең келеді. Әкең келеді мына жерге.
қозғалмай күтіп тұрды. Мен бәрі сағат бәлен уақытта келіп үстіден сені алып кетемін. Үкейхан қайтып кетеді, немеретін тастап. Смағұл Сәдуақасов келіп баласын аралатып Москвада. Киім алып келіп, ана мынау қылып. Тағы да сол жерге әкеліп, енді бәлен минуттан кейін осы жерге атаң келіп, сені алып кетеді. Ешқайда кетіп қалмай тұрдық. Ескендірге. Трагедия ғой. Туған күйеу баласына кетіп салмайды. Жігіттердің наркомы өткен, министр. Ал өзі Алашорданың лидері. Ол Сәдуақасовпен кездесіп бір құшақтасып жүретін болса, онда Сәдуақасовқа болашақ жоқ, перспектива жоқ, құриды. Смағұлды айтады. Міне, осындай ахуалды біліп отырыппыз. Енді не істеу керек? Соңынан аяқтайын қазір. Тарихты қалай жазу керек? Біздің қазір орыс тілді тарихшыларымыз былай дейді. Академиялық басылым дейді. Күлкім келеді академиялық басылым. Совет үкіметтен қалған академиялық басылым. Ғылыми тарих жазуымыз керек. Академиялық. Ол орыс тілді тарихшыларын айтып жүрген. Академиялық басылым болғандықтан оны мифологияға айландыруға болмайды. Мифологияға айландырмасам, қазақтың шежіресін пайдалануға болмайды. Онда қазақтың батырлар жырын пайдалануға болмайды. Қазақтың дастандарын пайдалануға болмайды. Мақал мәтелдерді пайдалануға болмайды. Онда қазақтың таза қазаққа ғана көсем тұлғалар кірмейді, рухани тұлғалар. Оған Қорқыт кірмейді, бүкіл түркіге ортақ. Қорқыт баба. Оған Асан Қайғы кірмейді. Оған үш Майқы би бар біздің тарихымызда. Майқы бидің айтқандары өте көп. Майқы билер кірмейді оған. Қазақтың мынау рулық батырларын бәрі кірмейді оған. Аттар атауы мүмкін деп қана. Соғысқа аңырақайға бәлен батыр қатысты дей саламыз болды. Ал әр батырдың тарихы жазылмайды. Хандардың тарихын айтпай ақ қояйын. Хандардың тарихы оқшау жазылады, немгетті жазылады. Сондықтан қандай тарих жазу керек? Ғалымдар оқитын тарих емес, халық оқитын тарих.